Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Баршаңызға қайырлы кеш. Эр-Риядта ертең жоғарғы өздеріңіз білесіздер, Бейтербиев пен Бейұл арасындағы қарымта кездесудің бокс кеші өтетін болады. Сол ивентте бір жекпе-жек, яғни WBC тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағына Шакур Стивенсон мен өзінің отандасы, яғни америкалық Флойд Скофилд шығу керек болған болатын. Енді соңғы моментте Скофилд, яғни америкалық боксшы, салмақ қуу барысында үлкен қиындықтарға ұшыраған. Бұл туралы ақпаратты өзінің әкесі растады, яғни Флойд Скофилд старший. Енді бұл жекпе-жекте енді қазір бола ма, болмай ма белгісіз болып отыр дәл қазір кезде. Кеше бірақ ашық тренировка болды, яғни открытый тренировка болды. Ол кезде Шакур Стивенсон шашалаңға шығып өзінің жаттығуын көрсетті. Бірақ соңғы моментте қазір екі альтернатив беріп отыр оған. Біреуі Джош Пэдли, кәсіпқой бокста 15 жекпе-жек өткізген, барлығында жеңіске жеткен боксшы. Одан кейін екіншісі де бар, ол мароккалық боксшы Муса Галам деген 23 жекпе-жек өткізіп, оның 22-сінде жеңіске жеткен, біреуінде жеңілген. Бірақ Пэдлиге егер мүмкіндік берсе, бұл жекпе-жек более такой нормальный, қарауға тұрарлықтай кездесу болар еді. Себебі Муса ешқандай бой бермейді. Ол енді мисс-матч болады, ол жекпе-жек көруге де бір неприятный болар деп ойлаймын өзімше. Пэдли мен бір қандай да бір шағым болса да бір интригалар бар. Себебі апсет жасаған өзінің мансабында 2-3 мәрте рет. Сондықтан да соңғы жекпе-жегінде де ол кімді жеңген болатын? Чемберлейн, өзінің отандасын. Ал Чемберлейн жеңіске жеткен жағдайда Денис Беренчикке міндетті үміткер атанатын еді. Яғни әлем чемпионы атағына. Сол кезде WBO тұжырымына. Сондықтан да Пэдли мен Шакур Стивенсон жекпе-жегі мен үшін қызық болып тұр. Сөздің шыны керек, даже Флойд Скофилдтен қарағанда Пэдли WBC үшін оңтайлы нұсқа деп айтар едім. Стилический жағынан бұл жекпе-жек жақсы болады. Бірақ бір қарағанда Шакур өте мықты боксшы ғой. Бұны мисс-матч қылып жіберуі де мүмкін да Шакур өзінің мықтылығымен. Бүгін түнде или ертең обедке дейін бұл белгілі болады уже. Бөлісіп отыратын боламын. Ертең осы бокс кешінде өнер көрсететін боксшылар үшін face-to-face, яғни ресми салмақ өлшеу болады. Оған байланысты да бір арнайы шығарылым жасап беремін. Жеңісті күндер көп болсын.